Сәлеметсіңдер ме балалар? Отырамын. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы үш дыбыстықтың айналу жүйесі. Ең алдымен осы тақырыпты бастамас бұрын сендерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Біз өттік бұл тақырыпты. Үш дыбыстық дегеніміз не? Кім айтады? Ақыл айтады ғой. Үш дыбыстық дегеніміз терция бойында орналасқан үш дыбыстан тұратын аккорд. Терция бойымен орналасқан үш дыбыстан тұратын аккорд. Жақсы. Үш дыбыстықтың қандай түрлері бар? Інжу айта ғой. Үш дыбыстықтың ұлғайтылған, азайтылған, минорлы, мажорлы түрлері бар. Жақсы. Мажорлы, минорлы, ұлғайтылған, азайтылған түрлері бар. Ал енді осы үш дыбыстықтардың интервалдық құрамын айтыңызшы. Мажорлы үш дыбыстықтың интервалдық құрамы қандай? Үлкен терция қосылған, кіші терцияға. Минордықтікі айару. Кіші терция қосылған үлкен терция. Ұлғайтылғандікі? Үлкен терция қосылған үлкен терция. Азайтылғандікі інжу? Азайтылғандікі кіші терция плюс қосылған кіші терция. Жақсы. Енді балалар, қандай негізгі үш дыбыстықтар бар? Кім айтады? Үш дыбыстықтар қандай негізгі? Тоникалық, субдоминанталық, доминанталық. Тоникалық нешінші басқыштан құрылады? Бірінші басқыштан. Субдоминанталық төртінші, доминанталық бесінші басқыштан құрылады. Ал енді үш дыбыстықтың айналу жүйесі, үш дыбыстықтың екі айналу жүйесі бар екен. Екі айналу жүйесі бар. Біріншісі секстаккорд. Секста деген сөзді неге секста? Өйткені шеткі дыбыстары секстаны құрады. Екіншісі кварт секстаккорд. Интервалдық құрамы секстаккордтікі терция плюс кварта. Кварт секстаккордтікі керісінше кварта қосу терция. Айналу жүйесі төменгі дыбысты бір октаваға жоғарылату арқылы жасалады. Қазір енді біз до мажор тональдігінде негізгі үш дыбыстықтар айналу жүйесімен құрамыз. До мажор тональдігінде. Тоникалық үш дыбыстылық қалай болады до мажор тональдігінде? До, ми, соль. До, ми, соль. Енді айналу жүйесі қараймыз. Төменгі доны октаваға жоғарылатамыз. Сонда ми, соль, до. Осындай аккорд болады. Бұл бірінші айналымы секстаккорд. Мынау тоникалық үш дыбыстылық. Екінші айналымы енді миді жоғарылатамыз. Сонда соль, до, ми аккорд. Соль, до, ми. Кварт секстаккорд. Жаңа интервалдық құрамы дедіге терция қосылған квартанында керісінше кварта плюс терция. Енді субдоминанталық үш дыбыстық құрсақ. Субдоминанталық үш дыбыстық құрайыншы кәне до мажорда. Қай нотадан болады? Нешінші басқыш? Төртінші басқышымыз қай нотадан? Фадан, Фа, ля, до. Айналымы қалай болады деп ойлаймыз? Ля, до, фа. Фаны көтердік. Сосын до, фа, ля. Ляны жоғарылаттық. Бірінші субдоминантты секстаккорд, субдоминантты кварт секстаккорд. Енді доминанттық үш дыбыстығымыз нешінші басқыш? Бесінші басқышымыз сольдан құрамыз. Соль, си, ре. Айналымы си, ре. Соль, ре, соль, си. Д алды, д алды, д. Енді осы аккордтарды әндетейік. До, ми, соль, до, соль, до, ми,
Аспапсыз айтамыз. До, ми, соль, ми, соль, до, соль, до, ми, фа, ля, до, ля, до, фа, ля, соль, си, ре, соль, си. Жақсы. Так, енді өзіміз құрып көрейік. Өзіміз құрып көреміз. Ре мажор тональдігінде құрайықшы осы үш дыбыстың қайналы жүйесімен. Тақтаға не келеді? Інжугесіне ре мажор тональдігінде үш дыбысты құр, сосын әндетейік. Қалғандарымыз дәптерде құрамыз, қарындашпен. Ре, фа, ля. Қандай үш дыбысты құрды? Тоникалық үш дыбысты, иә? Так, енді сольді көтереміз. Си, ре, соль. Доминантты, что выступе. Жақсы отыра ғой. Жақсы, ал, кәне, енді осыны әндетейге. Осыны қормен әндетеміз. Қай тональдікте? Тоника сәрі фа дезодез? Ре мажор, кәне. Ре, фа, ля, ре, фа, соль, си, ре, соль, си, ля, до, ми, айтамыз балалар, дауыстап шығарайық. Кәне, еще раз шығамда дауыстап. Ре, фа, ля, ре, фа, соль, си, ре, соль, си, ля, до, ми, Енді балалар, мынандай тапсырма. Мен тақтаға жазамын, мына аккордтарды табамыз, берілген аккордтарды табайық. Және тональдігін табамыз.
Сабағымыз. Біріншісі. Үш дыбыстық, е? Ал белгілейді, тез-тез кәне аяру. Тез-тез белгілейді. Үш дыбыстық. Қалай белгілейсіз? Қандай цифрамен үш дыбыстық? 5-3. Вот, үш дыбыстық 5. Так. Екіншісі қандай аккорд? Кварт секстаккорд. Ал аяру белгілейді. 6-4 дұрыс. Астында кварта және үстінде терция тұр. Үшіншісі секстаккорд, е? 6. Тональсы қандай екен? Соль мажор тональсы, да? Келесіне кел. Інжуге, ой, ақбота кел. Тез. Біріншісі қандай аккорд? Көмектесіп жіберейік. Ана. Кварт секстаккорд па? Секстаккорд, е? Үш дыбыстық. Келесі кварт секстаккорд. Аха, жақсы. Келесіне кім келеді? Келеміз, інжу сен кел. Секстаккорд үшінші басқыштан, е? Кварт секстаккорд бесінші басқыштан. Ол, дұрыс, кварт секстаккорд. Екіншісі. Үш дыбыстық ба? Секстаккорд, е? Да, терция, один квартал секстаккорд. Сосын, үш дыбыстық, е? Жақсы, тональды қандай екен? Үштес. Ля, мажор тональды, е? Так, бірлес әндетістік. Сосын, әндетеміз кәне. 3-4 соль, си, ре, соль, си, ре, соль. Екіншісі. Соль, си, ми, моль, си, ми, соль, си, ми, соль. Келесі. До, фа, ой, молодец, до, фа, ля, до, фа, ля, до. Так, жарайды, жақсы. Ал енді балалар, сегізінші бетті ашайық. Номер 27-ні нотамен айтамыз. Сольфеджио. Так, сольфеджио. Так, тональдер қандай екен? Кілтің жанды кілтік белгісіне, сосын аяқтауын қой. Фа мажор, тоникасы қандай? Фа мажор ма? Ре минор, фа мажор параллель, ре минор. Рега аяқталып тұр екен. Өлшемі? 3-4. Ал кәне айтамыз. 3-4. Ре, ми, фа, ля, ре, ми, фа, ля, ре, ми, соль, фа, ми, ре, си, соль, соль, до, ля, фа, соль, ля, соль, фа, ми, ре. Еще раз. Так, шығарамыз, дауысымыз шығарамыз. Кәне, 3-4. Ре, ми, фа, ля, ре, ля, соль, фа, ми, ре. Джу, дұрыстап етеміз. Ре, си, соль, соль, до, ля, фа, соль, ля, соль, фа, ми, ре. Жақсы. Осы номер 27-ні үйден айтып келесіңдер. Так, осымен балалар қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, е? Үш дыбыстықтың айналу жүйесі. Неше айналу жүйесі бар екен үш дыбыстықтың? Екі айналу жүйесі бар. Қандай айналу жүйелері бар? Секстаккорд, кварт секстаккорд, е? Айналу жүйесі қалай жасалады? Не істейміз? Не істедік? Төменгі дыбысты бір октаваға жоғарлату арқылы жасалады, е? Интервалдық құрамы қандай екен секстаккордтікі? Терция плюс кварта. Кварт секстаккордты
Кварта плюс терция. Енді үйге тапсырма, күнделіктерімізге жазылар. Тапсырма. Ереже жаттау. Күнделігімізді ашып тесте жазамыз. Ереже жаттау. Үш дыбыстықтың айналу жүйесі ереже жаттау. Сосын фа мажор тональдіктерінде негізгі үш дыбыстықтар айналу жүйесімен құрып келу. Ереже жаттау. Фа мажор тональдігінде негізгі үш дыбыстықтарды айналу жүйесімен құру. Номер 27-ні нотамен айтып келу. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Көп рахмет. Сабаққа жақсы қатыстыңдар. Ақбота, Айару, Үнжі, Үнжіге 5 деген баға қойылады. Сабағымыз осымен аяқталды.